AutoCAD жүйесі. AutoCAD жұмыс терезесімен танысу. AutoCAD толық жүктелгеннен кейін мониторда төмендегі жұмыс терезесі ашылады. Тұтынушы координат жүйесін, ху жазықтығында суретті сызу үшін, алдымен AutoCAD-тің форматын өзгертіп алу керек. Экранның сол жақ бөлігінде орналасқан қызыл А әріпін мышкамен бассақ, таңдап алып немесе таңдап деген терминдерді төменде қолданамыз, вертикаль менюлер жолы ашылады. Олардың ішінде файл, правка, вид, вставка, формат. Сервис, рисование, размері, редактирование, окно, справка деген жазбалар бар. Бұларды вертикаль менюдің жолдары деп атайды. Осының ішінен сервис деген жазбаны таңдап алып, рабочее пространство деген жазбаны ашамыз. Оның ішінде 3 түрлі AutoCAD жүйесі орналасқан. 2 рисование и аннотации. 3 моделирование. Классический AutoCAD. Біз осылардың ішінде 2 рисование и аннотации дегенін таңдаймыз, бірінші суретте көрсетілген. 1 сурет. Тұтынушы координат жүйесін, ху жазықтығына панель инструментівті ауыстыру тәсілі. Экранның жоғары жағында 3 сурет, главная визуализация, вид, блоки и ссылки, аннотация, сервис, вывод және жазбалары бар. Бұл жазбалардың ішінен біреуін таңдаймыз. Мысалы, бізге отрезок, кесінді немесе шеңбер сызу қажет болса, онда дәл осы командаларды орындау үшін. Главная деген жазудың үстінен мышкамен басамыз, бізге керек командалар соның ішінен ашылады. AutoCAD тілінде олар горизонталь менюдің жолы немесе лента деп аталады. Лентаны экранға шығару тәсілі. Вертикаль менюлердің ішінен сервис, оның ішінен палитры деген жазбаны таңдап алып, лента деген жазбаны мышканың сол жақ шертпесін басып, экранға шығаруға болады. 2 сурет. Экранның орталық бөлігі бұл графикалық экран. Оның ішінде суреттің көрінетін бөлігі орналасқан. 3-ші суретке қарасаңыздар, графикалық экранның төменгі бөлігінде модель, лист 1, лист 2 деген шертпелері бар. Кейбір жағдайда осы шертпелер көрінбей тұруы мүмкін. Оларды шығару үшін менюлердің ішінен сервис настройка экран деген жазбаны ашып, керек болса модель және лист дегенді белгілеп экранға шығарамыз. 4 сурет. Экранның төменгі жағы командалық жолдар аймағы деп аталады. Бұл жерде команда деген шақыру жолы бар. Бұл шақыру арқылы тұтынушы жүйемен сұхбаты іске асырылады. Командная строканы экранға қалай шығарылатыны 5 суретте көрсетілген. 6-шы суретте AutoCAD жүйесінің барлық командалары көрсетіліп тұр. Осыларды экранның бетіне шығару үшін, немесе қандайда бір жүйе керек болса, соны табу үшін вертикаль менюлердің ішінен сервис панель инструментів, оның ішінде AutoCAD деген жазбаны ашып, сол жерден қандай жүйе керек, соны таңдап алып экранның бетіне шығаруға болады. Ал егерде бұл жүйелерді экранның бетінен алып тастау керек болса, онда кез келген жүйенің оң жақ бұрышында белгісінің үстінен басып кетіруге болады. Объект командная строка деген жолдардан төмен тік төртбұрышты шертпелер орналасқан. Шаговая привязка, отображение сетки, режим орто, полярное отслеживание, объектная привязка, отслеживание, разрешить, запретить динамическую динамический ввод, отображение линий в соответствии с весами, быстрые свойства. Бұларды режимдер жолы деп атайды. Егер оның сәйкес келетін шертпесі басылса, қосылса, режим қосылған болып саналады. Егер мышканың көрсеткішін режимнің шертпесінің үстіне әкелсе, онда бір сәтте оған сәйкес келетін еске түсіру шығады. Пернені басқанда дисплей экранында терезесі пайда болады. Терезенің ішіндегісі AutoCAD жүйесімен жұмыс істеу сеансының протоколы болып саналады. Шаговая привязка шертпесі тордың нүктелеріне немесе бұрыштық таңу режимдерін қосады немесе өшіреді. Отображение сетки шертпесі лимиттер аймағында нүктелерден жасалынған торды қосады немесе өшіреді. Режим орто шертпесі ортогоналды режимді қосады немесе өшіреді. Полярное отслеживание режимі кейбір қадаммен алынған бұрыштарға апты режимінің үлғайтуы болады, және полярлық бақылауды қосады немесе өшіреді. Объектная привязка берілген объектная привязка командаларының тұрақты әсерін қосады немесе өшіреді. Объектное отслеживание режимінің шертпесін қоссақ, объектная привязка командасын көрсетіліп жатқан примитивтің маңында қолдануға болады деп AutoCAD еске түсіреді. Отображение линий
соответствий с весами шертпесі сызба элементтерінің салмағын көрсетуін қосады немесе өшіреді. Сызықтың салмағы қай енімен сызық сыртқы құрылысқа шығарылады. Модель. Модель мен лист кеңістіктерінің арасындағы ауыстырып қосуға мүмкіндік жасайды. Суретпен жұмыс істегенде қарау терезенің бетіндегі объектіні немесе көрсеткішті өзгерту керек болады. Ол үшін стандартная командасындағы панорамирование және зумирование шертпелерімен қолдануға болады. Шертпесін басқаннан кейін графикалық экрандағы мышканың көрсеткішінің пішіні өзгеріп алақан түрінде болады. Мышканың сол жақ шертпесін жібермей басып көрсеткішті жаңа орынға ауыстыруға болады. Зумирование шертпесі нақты уақытта көріністің центрін сақтап, сурет көрсетуінің масштабын өзгертеді. Негізінде, AutoCAD жүйесі командалар тілінде интерактивтік жұмыс жасау үшін құрылған. Командалар шақыру жолынан кейін теріледі. Мысалы, отрезок командасы, команданы тергеннен кейін Enter басамыз. Нүкте координаттарын енгізудің түрлері. Бірінші әдіс, координаттарды мышканың көмегімен енгізу. Екінші пернетақтадан нүктенің абсолют координаталарын теру. Нүктелерді енгізудің үшінші әдісі пернетақтадан декарт координаталардағы салыстырмалы енгізу. Нүктелерді енгізудің бесінші әдісі. Объектная привязка командасының көмегімен көрсету. Объектная привязка командасына кіруі.